Сәлеметсіздер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мен және табиғат ғ дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта қарастыратын оқу мақсатымыз ғ дыбысы мен әрпімен танысуды жалғастырамыз. Сөздерді буынға бөлеміз, көркем жазамыз. Олай болса, мына жұмбақты шешіп жіберейік балалар. Кім тапқыр дейді. Жағада бар, қайда жоқ. Тағада бар, қайда жоқ. Ол қандай әріп балалар? Ол қандай дыбысты біз естіп отырмыз бұл жерде? Әрине дұрыс айтасыңдар. Ол ғ деген дауыссыз дыбыс екен. ғ әрпі екен бұл жерде. Жағада дегенде және тағада дегенде ғ деген кездесіп екен. Тамаша балалар, сендер дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Ал ендеше ғ-ға назар аударайық. Өткен сабақта біз өткенбіз, иә? Бұл қандай түрі балалар? Әрине бұл ғ-ның баспа түрі, бас әрпімен кіші әрпі екен. Ал мынау бұның жазба түрі, бас әрпімен кіші әрпі. Қалай жазылу керек элементтерді біз өткен сабақта танысқанбыз. Бұл ендеше жазба түрі. Бұны әдемілеп біз дәптерімізге жазады екенбіз. ғ дауыссыз дыбыс балалар. Енді ғ деген әріптің дыбыстың сөздегі орнын анықтап көрейік. Өткен сабақта біз айтқанбыз көптеген сөздерді. Мысалға мына құсқа қарайық. Бұл құстың аты. Буынға бөлеміз бірден. Бұл құстың аты, дұрыс айтасыңдар, шағала. Ал мына құстың аты, дұрыс, буынға бөлеміз торғай. Ал мынау не балалар? Бұл жаңғақ екен. Ал мына құстың аты, бәріміз білеміз, қарға. Яғни бұл жердегі сөздерді біз буынға бөліп шықтық. Енді ғ деген әріптің сөздегі орнын анықтап жіберейікші осы жерге қарап. Барлық сөзде ғ деген әріп қай жерде кездесіп тұр? Әрине сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Тамаша. Бұдан шығатын қорытынды ғ деген дыбыс сөздің ортасында кездеседі екен. Енді келесі суреттерге назар аударайық. Ал балалар, мына суретке қарап, атын атап, буынға бөліп жіберейік. Бұл не? Әрине бұл ғарыш екен. Екі буын бар екен. Ал енді мына суретке қарайық. Мынаның барлығы ғаламшар екен. Әрқайсысы бір-бір ғаламшар. Буынға бөлеміз ғаламшар. Өте жақсы. Ал енді мынау кім балалар? Әрине дұрыс айтасыңдар. Бұл ғарыш екен. Енді осы жердегі балалар ғ деген дыбысты қай жерде естіп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Үш сөзде де сөздің басында естіп тұрмыз. Яғни бұдан шығатын қорытынды ғ деген дыбыс балалар сөздің ортасында және басында кездеседі екен. Сөз соңында кездесетін біз сөздер көрмедік. Солай емес пе балалар? Өте жақсы. Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мынау не балалар? Әрине бұл ағаш. Ағаш деген сөзде балалар ғ деген дыбысты естідіңдер ме? Айтып көріңдерші. Ағаш. Әне буынға бөліп көрейік. Ағаш. Бар екен, иә балалар, сөздің, дұрыс айтасыңдар, ортасында тұр екен. Яғни бұл жерде ағаш деген сөзде сөздің ортасындағы деген дыбыс бар екен. Ағаш деген сөзде екі буын бар екен. Олай болса, дыбыстық талдау жасап жіберейік. Бірінші а. Дауысты дыбыс, дұрыс айтасыңдар. ғ дауыссыз дыбыс. А дауысты дыбыс. ш дауыссыз дыбыс екен. Сонымен балалар, ағаш деген сөзде төрт әріп, төрт дыбыс бар екен. Екі дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс бар екен. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді мына сөзге назар аударып қарайық. Қандай өзгеріс байқадым дейді. Моншақ. Бұл алқа, е балалар, мойынға тағатын. Бірақ бұл жерде ешқандай ғ деген әріпті көріп тұрған жоқпыз, естіп те тұрған жоқпыз. Ал келесі сөз атақ. Бұл даңқ деген сөз, е балалар. Келесі сөз қармақ. Балық аулайтын құрал. Бұл жерде біз ғ-ны көріп тұрған жоқпыз. Онда бұл жерде қандай өзгеріс болайын деп тұр екен? Енді осы сөздердің барлығына ы деген дауысты дыбысты жалғап оқып көрейік. Барлығына ыны қосайық. Сонымен моншақ. Оған ыны қосып оқысақ,
моншағы болады екен балалар. Енді бұл жерде сөз соңында тұрған дауыссыз қатаң қ деген дыбыс ғ деген дауыссыз ұяң дыбысқа өзгеріп кеткен екен. Келесі сөзге қосып көрейік. Атақ, ны қосамыз. Дұрыс айтасыңдар. Атағы. Қ деген қатаң дауыссыз дыбыс, ғ деген ұяң дауыссыз дыбысқа өзгерді. Қармақ, қосамыз ны. Әрине қармағы. Қ деген қатаң сөз соңындағы дыбыс енді ғ болып өзгерді. Оған әсер еткен дауысты ы деген дыбыс екен балалар. Бұдан кейін есімізде болсын, сөз соңында келген қ деген дыбыстан кейін ы деген дауысты дыбыс жалғанатын болса, қ ғ-ға өзгеріп кетеді екен. Мінекей бұл ережені еске сақтап алыңдар. Ал енді мына суреттерге назар аударайық балалар. Ойлан, тап дейді. Осы жерде қандай өзгеріс бар? Ол үшін біз суреттерді атап шығайық. Барлығында ғ деген дыбыс бар ма екен? Сағат, сырға, таға, қарлығаш, сызғыш, тоғыз, қозы, шалғы. Ал балалар, қай сөзде біз ғ деген дыбысты естімедік? Дұрыс айтасыңдар балалар, біз қозы деген сөзде ғ деген дыбысты естіген жоқ. Олай болса, ғ деген дыбыс қозы деген сөзде жоқ екен. Қалған сөздің барлығында кездесіп тұр екен. Берілген жауаптарды қандай сұрақтар арқылы алуға болады дейді балалар. Яғни бізде жауаптар бар, сұрақ жоқ. Бірінші жауап қарлығаш. Бұл қандай сұрақтың жауабы болуы мүмкін? Қане ойланыңдар. Әрине балалар, бұл не деп сұраймыз, Ол қарлығаш деп жауап береді. Екінші жауапты қарайық. Ол адамға дос. Ал бұл жерде сұрақ қандай болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Қарлығаш қандай құс деп сұрауы мүмкін, Ол адамға дос екен. Үшінші сұрақ. Қарлығаш адамды қатерден сақтайды. Осы сөйлемнің сұрағы қандай болады? Қандай сұрақ қойғанда осы жауап келеді? Қарлығаш адамды қатерден сақтайды. Дұрыс айтасыңдар. Қарлығаштың қандай пайдасы бар? Яғни адамға қандай пайдасы бар екен? Қарлығаш адамды қатерден сақтайды. Олай болса, қайталап оқып шығайық. Бұл не? Қарлығаш. Қарлығаш қандай құс? Ол адамға дос. Қарлығаштың қандай пайдасы бар? Қарлығаш адамды қатерден сақтайды. Тамаша балалар, өте жақсы орындадыңдар. Енді сурет бойынша әңгіме дейді. Назар аударайық. Балалар, суретте не көріп тұрмыз? Өте жақсы. Орман. Орманда түлкі мен қарғаны көріп тұрмыз. Ендеше бұл ертегінің аты қарға мен түлкі. Міне осы қарға мен түлкі ертегісін балалар сендер көріп видеодан тамашалап, одан кейін өз беттерінше әңгімелеп маған кері байланысқа жазып жіберіңдер. Дәптермен жұмыста балаларға деген әріптің соңғы беті қалды бізде. Сол бетті орындап, әдемілеп, талапқа сай етіп жазып, маған кері байланысқа жіберулеріне болады. Балалар, сабақ түсінікті болса жасыл, сұрағым болса сары, түсінбедім десе қызыл түспен маған белгі береміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.